Білім берудің дамуындағы тенденциялар педагогтердің кәсіби өсуі мен дамуына, білім беру үрдісіне педагогикалық жаңашылдықтарды әзірлеу мен енгізудің дайындығына байланысты. Өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығы акционерлік қоғамының филиалы Ақтөбе облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институтында мектепке дейінгі ұйымдарда білім беру процесін жалпы білім берудің жаңа үлгілік бағдарламасына сәйкес жобалау тақырыбында семинар ұйымдастырылды. Семинардың мақсаты білім берудің жаңа үлгілік бағдарламасына сәйкес тиімді әдістерді пайдалану, тәрбиешілердің жұмысының сапасын арттыру. Институт директорының орынбасары, педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент Қибатаева Нұрсұлу Қазанғаповна мектепке дейінгі білім беру мазмұнын тиімді жүзеге асыруда бала тұлғасын дамытудың инновациялық әдістері мен технологияларын қолдану бойынша отандық және шетелдік ең үздік үлгілерді зерделеу арқылы тәрбиешілердің кәсіптік құзыреттілігін жетілдіру қажет екендігін айтып өтті. Семинар барысында мектепке дейінгі білім берудің жаңартылуының заманауи тенденциялары бойынша мектепке дейінгі тәрбие және бастауыш кафедрасының аға оқытушысы Букенова Светлана Сералиевна сөз қозғады. Шетелдік және отандық тәжірибе негізінде мектеп жасына дейінгі балалардың қозғалыс белсенділігін дамыту және дене қасиеттерін қалыптастырудың маңыздылығы туралы Мұғалжар ауданының Күншуақ балабақшасының тәрбиешісі Жариева ой бөлісті. Темір ауданы Балауса балабақшасының тәрбиешісі Артықбаева оқытудың белсенді нысандары арқылы балаларды оқу әрекетіне қалыптастырудың тиімді тәсілдерін, Ақтөбе қаласы 40-шы Балдәурен балабақшасының тәрбиешісі Исалина мүмкіндігі шектеулі балаларды тәрбиелеу мен дамытудағы инновациялық тәсілдерге тереңірек тоқталды. Ақтөбе қаласы 49-шы балабақша тәрбиешісі Таухабаева мектеп жасына дейінгі балаларды театр өнеріне баулу бойынша топтық жұмыс ұйымдастырса, институттың мектепке дейінгі тәрбие және бастауыш кафедрасының аға оқытушысы, педагогика ғылымдарының магистрі Құлтаева Ләззат кәсіби педагогикалық қарым-қатынаста жағымды орта қалыптастырудың түрлерін тәрбиешілердің көмегімен сахналық қойылым арқылы жүзеге асырды. Рефлексия сәтінде қатысушылар жалпы білім берудің жаңа үлгідегі бағдарламасын тәжірибеге енгізуде семинар жұмысының зор ықпалы тигенін айтып өтті.